Сәлем достар, баршаңызға осындай нәрлі, екіншіге берілетін, нанмен түйілетін, сочный болып шығатын тамақ әзірлегілеріңіз келсе, менімен бірге болыңыздар және каналыма тіркеліп өтіңіздер. Не ол үшін қыздар, қараңыздар, балғын ет, кез келген қойдың, сиырдың, бірақ желательно қойдың сүрленген және балғын еті болса жетіп жатыр бүгінгі нан салма тамағымызға. Кез келген мякоть етті ала берсеңіздер болады. Енді мен осы жіліктен алайын деп тұрмын және осындай сүрленген майлы етті. Майлы ет, сүрленген ет, балғын ет және 3 дана картошкамыз, 1 пиязымыз, одан кейін 2 дана сәбізімізді және де осындай бірнеше қалауларыңыз бойынша оғымызды осылай тазартып дайындап аламыз және де пекин капустасы қажет қыздар. Бұл пекин капустасында қай жағын алып, қай жерін алмайтын сіздерге айтамын. Осындай қатты жерін ғана аламыз. Және осы ингредиенттердің барлығын қыздар біз 4-3леп тураймыз. Яғни қатты үлкен емес, қатты кіші емес, 4-3леп турап аламыз. Қазір туралған ингредиенттерді тағып көрсетемін сіздерге. Пекинский капустаның осылай ақ қатты жағы барын тең жартысын осылай аламыз. Және мына жақты ары қарай алып қоямыз. Бұл бізге керек емес, бұл туралғанмен жұмсарып кетеді. Енді әрбір осындай бөлігін бөліп алып, осылай өзі бөлініп қалады ортасынан бөлген кезде. Осындай бөліктерге алып, ұзыншалап қыздар, артынша 4-5леп турай беріңіздер. Міне қыздар, тағы бір ингредиент қосылды. Бұл ерітілген қойдың майы. Білесіздер, мен второй тамақтың барлығын ерітілген құйрық маймен жасаймын. Менде ерітілген құйрық майдың рецептісі өзімнің каналымда бар, кіріп көрсеңіздер болады. Міне, сәбізді осыншақты 4-1-ті, картошкамызды осыншақты 4-1-ті, пиязымыз, чесногымыз, және де 2 түрлі балғын ет және сүрленген етті де 4-1-леп тураймыз. Бірақ етті қыздар өте қатты ұсақтауға қажеті жоқ, себебі ет қуырылған кезде так кішірейіп қалады. Одан кейін міне пекинский капуста көрсеткенімде сіздерге барлығы және де міне ерітілген құйрық май. Табамызды, қазанымызды қыздырып, құйрық майымызды қыздырып аламыз да, үстіне осыншалықты сұйық май қосамыз, бірге бір. Міне қыздар, құйрық май еріп жатыр. Толықтай құйрық майдың еруін күтпей-ақ, міне бір шыны сұйық май құямыз. Енді құйрық майдың до конца еруін күтпей-ақ қояйық, себебі етіміз шашырап кетеді. Алдымен балғын етті, себебі қызып тұрған майға етті сүрленген етті салатын болсақ, ол сразу бүрісіп, формасын жоғалтып, дәмін қашырып аламыз. Бірінші балғын етті көшкетіп қуырып аламыз. Міне қыздар, етіміздің түсі осыншалықты өзгереді қызылдан. Сол кезде сүрленген етімізді үстіне салатын боламыз. Міне осылайнан буквально 15 минут қана қуырсақ жетіп жатыр. Міне қыздар, 15 минут уақыт өтті. Енді үстіне жарты шайный ложка тұз саламыз және жақсылап араластырамыз. Оның үстіне етті покрывать етіп, үстін жауып тұратындай жылы су құямыз. Және де су тартылғанша етті бұқтырамыз. Қыздар, бұқтырған кезде қазанның бетін жауып қоямыз және оттың астын жайға қоямыз. Міне қыздар, ет көшетіліп болды, ішіне суы қалды. Енді оттың астын қатты қойып, пиязын сала береміз. Яғни пиязын саламыз. Одан соң сәбізді арада 5 минуттан кейін салып жатқан көкөністердің барлығы шыжғырып күйеуінің қажеті жоқ. Дәл қазіргі сәтте міне томаттың 2 үлкен ас қасықпен томат 1 шыны суға араластырып, томатный сок жасап үстіне құямыз. Артынша бір қайға қайнағаннан кейін пекинский капустамыздың барлығын саламыз. 2 қасық соевый соус құямыз.
Тамағымыз бұқтырылып жатқан кезде қамырын дайындайтын боламыз. Қамырда алдын ала 2 сағат бұрын иленген қамыр құр тұз бен суға иленеді және жұмсақтығы осыншалықты болу қажет міне қыздар. Қамырды илеуді барлықтарыңыз білесіздер деген ойдамын. Білмей жатсаңыздар, міне ешқандай ортасында ауасы жоқ, өте түйдексіз, эластичный қамыр. Жақын арада YouTube каналыма салатын боламын. Қоңырауша белгісін басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Себебі қамырдың рецептісін жіберіп алмаңыздар. Міне осындай колбаса жасап аламыз. Ол колбасаны және 4-ке бөлеміз. Бағана қамырымызды 2-ге бөлдік. 2-ге бөлгенде 2 колбаса жасаймыз. Ал қазір мынаны розочка қылып жасайтын боламыз. Бұны 4-ке бөлеміз. Және бұны дөңгелектеп форма жасаймыз. Және де ұн себе отыра осылай қамырымызды беті кеуіп қалмас үшін бір-бір аунатып дайындап аламыз. Қамыр жартылай қатты, жартылай жұмсақ болуы қажет, қыздар. Және де жая бастаймыз күлшелеп, дөңгелектеп. Болмаса 4 бұрыштылап, өздеріңізге қалай ыңғайлы солай жасай берсеңіздер болады. Қатып қалған правила жоқ. Ешқандай бүктемей, еттің қамыры сияқты қылмай, міне осылайнан құр тақтайдың бетінде скатать етіп, осылайнан жұқалап қана жайып отырасыздар. Бар болғаны осы. Және ұнды басында ғана көп салып, артында жұқарған кезде ұнды салмаймыз, қыздар. Текке оқтауыңызға, тақтайыңызға жабыспаса болды қамыр. Ұн салудың қажеті. Не жан-жағының барлығын осыншалықты қалыңдығы осылай болу керек, қол көрінбейді. Қол көрінетіндей жұқалықта жаюдың қажеті жоқ. Енді кесіп бастаймыз, қыздар. Бұлай жіңішкелеп кесіп, және де қолыңызға осылай ала отыра, міне бір саусағыңызды осылай салып, форма жасап алып, одан кейін бүктей береміз, қыздар. Яғни роза гүлі шыққанша осылай бүктейміз және ортасынан бір бөлеміз. Не қараңыздар, қыздар, осындай болуы қажет. Осыны да тура осылай саусақ кірген кезде осындай ұзындықта ғана кесеміз, қыздар. Тағы бір айналдырып көрсетем. Не? Саусағыңыз дөңгелетіп. Және оны 2-ке бөлеміз. Бөлінген жағының барлығын осылай қайырамыз қамырларды. Роза гүл жасап. Кесілген жағын астында қалдырамыз, қыздар. Енді қамырымыз будап піседі. Мантаваркаға салып пісіресіздер. Және де бұл шикі болып қалмау үшін мантаваркада пісіреміз. Ал енді бұны подливтің үстіне салып бұқтырып пісіруге де болады. Бірақ та осылайна престеліп шикі болып қалады, қыздар. Сол үшін мантаваркаға пісіреміз. Келесінде солай, тура солай қиып, кесіп, осындай формадағы кішкене розочка гүлдер жасайтын боламыз. Міне, қыздар, майды сырап етпей, көп майды табаға жаппай-ақ мантаварканың. Міне қараңыздар, осылай гүлдің астын ғана майға тегізіп, мантаваркаға осылай тізе берсеңіздер болады. Ара қашықтықты сақтай отыра, осылайнан барлығын тізіп. Тағы бір тәсіл, қыздар, егер роза гүлінің барлығы ашылып, жеуге ыңғайлы болып тұрсын десеңіздер, міне, бүктейтін қамырыңызды щеточкамен майлап, чұқа-чұқалап майлап, сосын барып түйсеңіздер болады. Міне, қараңыздар. Сол кезде қанша тығыздап істесеңіз де ештеңе болмайды. Арасы ашылып, буға пісетін болады. Және де өздеріңіздің қалауларыңызша осылай формировканы жасап, роза гүлін жасай беріңіздер. Бұның астына май жағудың қажеті жоқ. Табаға салатын кезде.
Осындай нәрлі тамақты менімен бірге жасағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Әлі де талай алдыда рецепттер болады. Және келесі кездескенше қош сау болыңыздар.